3 мейрам. Иманды кісінің өмірінде мейрам деп атауға лайықты күндер бар. Кісі өзінің діни парыздарын бар ынтасымен орындап, һәм Алланың үкімдеріне қарсы шықпаған күн. Уа иман келтіргендер, Алла елшісі сендерді өздеріне мәңгілік өмір сыйлайтын иманға шақырғанда, Алланың және елшісінің шақыруын қабыл алыңдар. Анфал сүресі. Кісі жаратқанға тәубе келтіріп, кешірім сұрап, күнә істерден бас тартып, және жасаған күнәлары үшін өкініп, ақ жолға түскен күн. Сонда олар Алланың құлдарының шынайы тәубесін һәм шын көңілмен берген зекет садақаларын қабыл алатынын, және Алланың шынымен тәуәп, яғни құлдарының тәубесін қабыл етіп қана қоймай, оларды шынайы тәубелері үшін мол сауапқа бөлеуші, һәм рахим, тәуба етіп өзіне бір жолата бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін білмей ме? Тәубе сүресі. Кісі жақсы амалдарын қамдап алып, иесімен кездесетінін және игілікке жететінін білген күн. Жаратушымен кім жолыққысы келсе, ол да онымен жолыққысы келеді. Хадистен. Алла тағала орнын толтырып береді. Алла тағала пендеден несін алса да, ол оның орнын одан жақсы нәрсемен толтырып береді. Бұл жаратқанның әдеті. Ой бар болғырлар, біле білсеңдер, Алланың иман келтіріп, игі істер істегендерге берер сауабы Қарунның дәулетінен әлде қайда қайырлы. Бірақ оған бәле-жалаға, нәпсі мен шайтанның азғыруына қарсы һәм хақ тағалаға құлшылық етуде табандылық таныта білген сабырлы жандардан өзге ешкім қол жеткізе алмайды. Қасас сүресі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Алла тағала иманды пенделер үшін сыйлығын пейіште ғана. Мен оның жақындарынан ең жақсы көргенін алып қойсам да, ол Алланың сыйлығынан үміт етіп, жоғалтуын мойынсұнушылықпен өткізеді деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тағы да былай дейді: Әлбетте Алла тағала, егер мен құлымды екі сүйген жақынынан айырған болсам, ол сабырлылық танытып, оны көтерсе, онда мен оның орнын толтыру үшін пейішті берем деп айтқан. Сондықтан бір нәрселеріңнен айырылсаңдар, азап тартып қайғыға батпаңдар. Сабырлы болып Алланың сабырлылар үшін дайындап қойған сыйлықтары туралы ойланыңдар, және оның орнын жақсылықпен толтыратынына үміт етіңдер. Естеріңде болсын, шындығында сендер еш нәрсе жоғалтқан жоқсыңдар. Керісінше ұлы жақсылыққа ие болдыңдар. Мен бүгін оларды сабырлылық танытқандары үшін ерекше сый-сияпатқа бөледім. Нағыз жетістікке әрі мұратына жеткендер міне солар. Муминун сүресі. Міне осынау игі жандар Аллаға құлшылық етіп, хақ жолды ұстауда сабырлылық пен табандылық танытқандары үшін жұмақтағы ең жоғарғы мәртебелермен марапатталады. Періштелер амандық саулық тілеп, оларды ерекше қошеметпен қарсы алады. Олар онда мәңгі бақи мекендейді. Ол жер қандай керемет жай, қандай тамаша тұрақ еді. Фурқан сүресі. Бір Аллаға құлшылық ету жолында ешқандай қиындыққа мойымай, сабырлылық танытқан жігерлі жандарға сый-сияпаттары қисапсыз беріледі. Зүмәр сүресі. Уақытты пайдалы өткіз. Бос уақыттары көп болып, өздері үшін пайдалы іс жасағысы келмегендер уақыттың өздеріне және айналасындағыларға зиян алып келетін нәрселермен өлтіре бастайды. Мысалы, өсек аяң мен басқаларды жамандауға кіріседі. Бос уақыттың көптігі және істейтін істің жоқтығы өте қорқынышты. Өйткені істейтін ісі жоқ кісіні жүргізушісі жоқ
ары-бері соғылып қатты келе жатқан автокөлікпен салыстырса болады. Егер саған істейтін іс қалмаған бос күн келетін болса, онда сені үрейіңді ұшыратын қорқыныш күтіп тұрғанын біл. Өткен кеткенді еске алып, жалқаулыққа беріліп, еш нәрсе қылмай отырғанша пайдалы бір іспен айналыс. Берекелі іс-әрекет кісіні жетілдіріп, оған сергектік пен күш-қуат тарту етеді. Ал енді жалқаулық пен көп демалу әдеті керісінше бәрін құртады. Кісінің жалқаулыққа беріліп, істейтін ісі жоқ кезі ақырындап қинауға ұқсас. Риуаятқа қарағанда, бұл тәсілді Қытай түрмелерінде қолданады. Түрмедегі кісіні үздіксіз тамып тұрған тамшының астына отырғызады. Ақырында ол кезектегі тамшыны күтіп отырып, ақырындап ақылынан адасады. Пайдасыз өткен бос уақыт біздің онсыз да қысқа болған апталық, айлық, жылдық өмірімізді ұрлап алады. Жалқаулықтың бірінші құрбандығы ақыл ес. Өйткені жалқаулыққа берілген кісі еңбектені бұлай тұрсын ойлай да алмай қалады. Демек, бұл бос уақыт біздің ешқайсымызда болмау керек дегенді білдіреді. Қазір тұрда намаз оқы, Құран оқы, Алланы еске ал, пайдалы бір нәрсе оқы, не жазу жаз. Бітірілуі керек болған нәрсені аяқта. Ерте ме кеш пе бәрібір істелетін нәрсені кейінге қалдырмай жасап таста. Бүгінгі жасайтын істі ертеңге қалдырма. Ертеңгі күн біз үшін келе ме, келмей ме, ешкім білмейді. Уақытыңды керекті заттарды іздеуге құртпау үшін жұмыс орныңды ретке келтір. Іс-әрекеттеріңді тәртіпке сал. Өміріңнің әрбір сәтін пайдалы өткізуге жәрдем беретін жоспар, план жаса. Бос уақытыңды пайдалы іс-әрекетпен толтыр да, бақыттың жарымы қалтада деп есепте. Бүкіл дүние жүзінің дәрігерлері соған күмәнсіз сенеді. Өзіңді бос уақыттан арылт. Сонда сенде қайғыруға, жаман ойға батуға уақыт болмайды. Таңнан кешке шейін еңбектенген дихандарға, наубайханашыларға, құрылысшыларға қара. Олар әндетіп, жымиып, өмірге жылы жүзбен қарайды. Ал енді түске шейін төсектен тұрмай ұйықтаған біреулер болар болмас нәрсе үшін қайғыға батады.